Депутат Кенжеғұл Сейітжан депутаттық сауалында да мүгедек азаматтарға жасалмайтын мүмкіндіктер туралы мәселе көтерді. Пандуспен жабдықталған ғимаратқа қимыл қозғалысы шектеулі адам еркін кіре алғанымен кассаны, банкоматты, ақпараттық дүңгіршекті пайдалана алмайды. Өйткені олар тым биік, яғни мүгедектер арбасындағы адамға қызмет көрсетуге бейімделмеген деген депутат бір қатар мәселе айтты. Мүмкіндігі шектеулі жандардың құқын мәжілісте қорғап жүрген депутат Ерлан Әбдиевпен де кедергісіз орта жайында сұхбат алған едік. Әрине, біз Астананың өзінде де ол мәселемен көп кездесеміз. Бұлай жалпы мынау министрліктің жаңағы ақпараттары бойынша бізде 45% дейін ғимараттар бейімделген деп айтылады. Ол шын мәнінде келетін болсақ, ол одан төмен. Алматы метросында болған жағдайға қатысты пікіріңіз қалай? Ол да осындай олқылықтардың кесірінен орын алды деп есептейсіз бе? Жалпы мен видеоны көрдім. Видеода әрине жаңағы сары жолақ тұрды. Бірақ жаңағы бұл жерде сары жолақ тұрғаннан кейін жаңағы пойыздың да тоқтайтын жері тұру керек болу керек еді. Бір определенный жаңағы сары жолақтар есік ашылатын, есік асыратын жерлерде тұру керек. Мен ойымша бұл жерде сол жағынан жұмыс жасау керек.